Olay бастады. Енді қазір жастар, әсіресе тіпті өзіміздің балдарымыз бізді ақмақ санайды. Біз ақмақ болған екенбіз бәріміз. Біз жаңағыдегідей идеяларға сенген екенбіз. Біздің әйелдеріміз ақмақ болып сиыр сауған екен. Отын жағып, отын. Мен енді қазір салыстырып көрейін. Қазір келінменен біздің әйелдеріміздің қайсысы ақылды, қайсысы ақмақ екен. Өздеріңіз тараздай жатарсыздар. Қазір бәрі кнопка, бәрі компьютер, е? Қазіргі келінге кір жуушы десең, өзі жуатын адам сияқты да оның. Сондай қиналады. Ой, Алла. Сосын жалына жусайшы енді десең. Бір кнопка басқанға өл қылызылдай. От жақшы үйге десең, деп көрсетіп құлайды. Басады да құлайды. Жата семіреді. Семірген екен айтады. Фигурам бұзылып барады. Семіріп кеттім. Қойды, тренажерный залға барайын. Фитнес клубтарға барайын. Олар тегін кіргізбейді ғой, ақшасын төлейсің ғой. Ақшасын төлейсің. Ана жерде темір тесектер бар. Сол темірді алып, жаңа келініміз жындадан құсап. Сосын анау дорожка болады анау. Алашаның үстіне тұрып алып, бір орында жүгіреді тағы да. Ал біздің әйелдеріміз сондай кезде қайтетін жас кезінде. Сиыр сауатын тұғын. Таңертең 6-да тұрып. Ол тұрайын деп тұрмайды, сиыр күтпейді ғой бейшарананы. Ал біздің келіндер қазір 11-12-де тұра береді. Оны сиыр жоқ еткен сауатын. Ана бейшара барып сиыр сауат, міне. Көбі піседі. Міне фитнес болса. Міне тренажерный зал сақар. Әне. Ана бұзау қашат ауылды 2 айдан қуат. Міне дорожка саған. Ал зато біздің балдарымыздың, біздің сол кезде бала кезде денсаулығымыз мықты болды. Неге? Өйткені біз таза сүт іштік, таза айран іштік біз, таза май жедік біз. Химия қосылмаған. Қазіргілердің бәрі химия қосылған, химия қосылған ішеді. Қазіргі бала туыла салысыменен черепной давление болып туылатын болды қазір. Туыла салысымен сүйектері қақсап. Күніге доғдырға барасың, күніге доғдырға. Понедельникте 5 сағат дейін доғдырға барасың. Суббота басқа сен демалып аласың. Өйткені доғдыр демалады сол кезде. Егер арасында соның арасында бір күн бармай қалсаң доғдырға, ана бала суббота басқа сенен күн аман шықпауы мүмкін. Аман шықпауы мүмкін. Ал біздің кезімізде кететінік. Біздің кезімізде доғдырдан қашатынбыз. Балдарды доғдыр келатыр деп қорқытатынбыз. Жылай берсе, доғдыр келатыр деп. Ол жын келатыр, шайтан келатыр. Еш қайсынан қорқпайды, тек доғдырдан қорқатын. Неше айлы көшеде жүгіріп жүріп, құлап қалып, тізесін жетіп қанап қалса, доғдырға бармайды. Сол жаңады әкесін екен. Ана ұрат. Ана емдеген түрін қара. Бір уыс топырақ қалады, күшкі түшіп жатыр. Соған емделіп кететін еді ғой, сол емделіп кететін. Мұна отырғаның бұры бәрі сондай болды. Бәрі топырақпен емделгендер осылардың бәрі. Қазына бара, топырақ дейсе доғдырға бара. Біздің кезімізді айтып отырмын ғой, доғдыр келатыр деп баланы қорқытатын болсақ, қазір доғдырды бала келатыр деп қорқытатын болғанбыз. Ойбай жолатпа, мен жоқ деп айтып қашатын болған қазір. Салыстырып көріңіздер, кім ақылды болды, кім ақымақ болды.